Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика 3-ші сынып 34-ші сабағымызды бастаймыз. Алдымен видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар, иә? Бүгінгі өтетін сабағымыз өткенді бекіту. Жақсылық пен жамандық. Сен шамалар арасындағы қатынасты және көбейту мен бөлу кестесін есептер шығару үшін қолданасың. Бірінші есепке қарайық. Мысалдарды есептеп, олардың мәнін өсу ретімен орналастыр. Мақалды оқы. Бізде өрнек берілген, яғни осы есепті шығару арқылы біз мақалды табуымыз керек. Шығарып алайық. 5 көбейту 7 35, 7 көбейту 8 56, 9 көбейту 6 54, 9 көбейту 5 45, 9 көбейту 3 27, 6 көбейту 8 48, 6 көбейту 7 42. Енді осы сандарды біз өсу ретімен жазамыз, яғни ең кішісін жазамыз. Ары қарай өсу ретімен жазамыз. 27, 35, 42, 45, 48, 54, 56. Енді осы сандардың қасында бізде сөздер берілген, яғни өсу ретімен жазған кезде ретімен келді сөздерді жазамыз. 27 бізде жаман деп жаздық. 35 санының қасында жолдасынан не болып кетті? Жолдасынан 42 бізде көреді. Жаман жолдасынан көреді. 45 жақсы деп жаздық. 48 жақсы 54-ті жазамыз. Жақсы басынан 56-ны жазамыз. Көреді. Сонда бізде жаман жолдасынан көреді, жақсы басынан көреді деген. Екінші есеп. Оқушылар сатушыға көкөніс пен жемістің массасын есептеуге көмектесті. Керекті формуланы жаз, есепті шығар. Бізде жәшікте көкөніс, жеміс-жидектер берілген. Енді біз кесте бойынша есептер шығаруымыз керек. Бір жәшіктің массасы белгісіз, жәшіктің саны 4 дана, жалпы массасы 28 кг. Бірінші есепке қарайық. 4 жәшікте 28 кг. 4 жәшіктің жалпы салмағы 28 кг. Бір жәшіктің салмағын табуымыз керек. Ол үшін массаны табу үшін жалпы массаны санға бөлеміз. Сонда 28 бөлу 4 тең 7 болады. Жауабы бір жәшіктің массасы 7 кг болады. Екінші қатардағы есепті шығарайық. Бізде бір жәшіктің массасы 6 кг, саны белгісіз, жалпы массасы 54 кг. Жазамыз. Бір жәшіктің массасы 6 кг, жалпы массасы 54 кг. Сонда біз бір жәшіктің массасын табуымыз керек. Сонда біз санын табу үшін біз қанша жәшік болып табуымыз керек. Сонда бізде санын табу үшін жалпы массаны бөлеміз массаға. 54 бөлу 6 тең 9. Сонда жауабы 9 жәшік салынған. Енді үшінші қатарды шығарайық. Бұл жерде бір жәшіктің массасы 8 кг, бір жәшікте 8 кг, жәшіктің саны 7 дана. 7 дана жәшікте жалпы қанша килограмм бар екенін табуымыз керек. Сонда біз мына формулаға жазамыз. Жалпы массаны табу үшін массаны санға көбейтеміз. Сонда 8 көбейту 7 тең 48. Жауабы 7 жәшіктің жалпы массасы 48 кг. Үшінші есепті шығар. Кестеде есеп берілген, осыны шығарамыз. Апельсин, мандарин неше жәшік екені белгісіз, бірақ екеуінің саны бірдей. Апельсин бізде 4 дана жәшік, жалпы массасы 24 кг. Біз бұл жерде бір жәшіктің массасын табуымыз керек. Екінші, біз жәшіктің массасын тапқаннан кейін жалпы апельсиннің жалпы массасын табуымыз керек. Сонда жазамыз. 4 жәшік апельсин жалпы 24 кг-ға тең. Сонда бір жәшіктің массасын табуымыз керек. Екінші, 3 дана мандарин жалпы массасын табуымыз керек. Шешуі массаны табу үшін, бір жәшіктің массасын табу үшін жалпы
массаны бөлеміз санға. Сонда 24 бөлу 6, 24 бөлу 4 тең 6 болады. Енді бізде 6 деп жазып қояйық мына жерге. Бір жәшіктің массасы 6 килограмм болды. Енді біз мандариннің жалпы массасын табуымыз керек. Жалпы массаны табу үшін массаны санға көбейтеміз. Сонда 6 көбейту 3 тең 18. Жауабы мандариннің жалпы массасы 18. Төртінші есеп салыстыр. 7-ні 6-ға көбейтсек 42, 5-ті 6-ға көбейтсек 30. Сонда бізде 42 саны үлкен. 6-ны 8-ге көбейтсек 48, 8-ті 6-ға көбейтсек 48. Бұл жерде тең. 5-ті 7-ге көбейтсек 35, 7-ні 3-ге көбейтсек 21. Сонда бізде 35 саны үлкен. 3-ті 7-ге көбейтсек 21, 6-ны 6-ға көбейтсек 36. 36 саны үлкен екен. 48-ді бөлеміз 6-ға 8, 2-ні 4-ге көбейтеміз 8, яғни тең. 54 бөлу 6 9, 18 бөлу 2 9 тең. 3-ті 7-ге көбейтеміз 21, қосамыз 7-ні 28. 7-ні 3-ге көбейтеміз 21, 7-ні қосамыз 28. Бұл жерде тең қоямыз. Жақшаның ішін бірінші орындаймыз. 39-дан 36-ны аламыз 3, 3-ті 7-ге көбейтсек 21. 7-ні 3-ге көбейтсек 21, қосамыз 6-ны тең 27. Сонда бізде 27 саны үлкен екен. Жақшаның ішін орындаймыз. 17-ден 10-ды азайтатын болсақ 7 қалады. 7-ні 3-ге көбейтсек 21. 7-ні 3-ге көбейтсек 21, 7-ні қоссақ 28, яғни 28 саны үлкен. 5-ші есеп. Кесте бойынша есептер құрастырып, оны шығар. Бізде кестеде есеп берілген. Бір жәшіктің массасы 1 дейді. Яғни белгісіз, бірақ 1 бірінші жәшіктің массасын тауып аламыз. Саны 6, жалпы массасы 42. Бірінші бір жәшіктің массасын табамыз. Бір жәшіктің массасын тапқаннан кейін екінші жалпы массаны табамыз. Жазамыз, 6 дана жәшік 42 килограммға тең. Бұл жерде бір жәшіктің массасын табамыз. Екінші 9 дана қанша жалпы массасы, соны табамыз. Шешуі массаны бірінші табамыз бір жәшіктің. Ол үшін біз жалпы массаны санға бөлеміз. 42 бөлу 6 тең 7. Сонда бізде бір жәшіктің массасы 7-ге тең. Енді жалпы массаны табу үшін массаны санға көбейтеміз. 7-ні 9-ға көбейтеміз, 63 болады. 9 жәшіктің жалпы массасы 63. Бір жәшіктің массасы 9 килограмм, саны 1 Бірінші санын тауып аламыз. Одан кейін жалпы массасын табамыз. Екінші жәшіктің жалпы массасын табамыз. Жазамыз. Бір жәшіктің массасы 9 килограммнан 63 килограмм. Екінші жәшіктің массасы санын массасын табамыз. Жалпы масса 56 килограмм. Біз бірінші санын табамыз. Санын табу үшін жалпы массаны массаға бөлеміз. 63 бөлу 9 7. Яғни бізде саны 7 екен. Енді біз бір жәшіктің массасын табуымыз керек. Бір жәшіктің массасын табу үшін жалпы массаны санға бөлеміз. Сонда 56 бөлу 7 тең 8. Жауабы 56 килограмм. Жеміс жидектерге 8 килограммнан салынған. Енді бізде кестедегі есепке қараймыз. Бір жәшіктің массасы 6 килограмм, саны 6 дана. Жалпы массасы белгісіз 1 екен, бірақ бірінші жалпы массаны табамыз. Енді екінші 8 килограмм. Жалпы массасын тапқаннан кейін біз санын табамыз. Жазамыз. 4 килограммнан 6 дана, 8 килограммнан қанша дана болады, соны табуымыз керек. Шешуі жалпы массаны табу үшін массаны санға көбейтеміз. 4 көбейту 6 тең 24. Яғни бізде 24 жалпы масса болды. Енді санын табамыз. Мына жерде санды табу үшін жалпы массаны бөлеміз массаға. Сонда 24 бөлу 8 тең 3 болады. 3 жәшікке салынған.
Алтыншы есепке қараймыз. Есепте. Жақшаның ішінде 24/3 қосу 23 жақша жабылған, азайту 27 бөлу 9 есебі берілген. Біз ары қарай шығарамыз. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 24/3 8 қосу 125, азайту 27-ні 9-ға бөлсек бізде 3 болады. 3-ті жазамыз. 8-ге қосамыз. 125-ті 133, азайтамыз 3-ті. 130 саны шығады. Келесі 32 бөлу 4 қосу жақшаның ішінде 200, азайту 4 көбейту 9 жақша жабылған тең. 32-ні 4-ге бөлсек 8, қосуды белгісін қоямыз. Жақшаның ішін орындаймыз. 200-ді жазып, көбейтуді бірінші орындаймыз. 4-ті көбейтеміз 9-ға 36. 8 қосу жақшаның ішін орындаймыз. 200-ден 36-ны азайтақ 164. 8-ге 164-ті қоссақ 172 болады. Келесі 200 азайту 5 көбейту 8 қосу 120. 200 азайту 8-ге көбейтсек 40, қосамыз 120-ны. Бізде тең 280 болады. 95 қосу жақшаның ішіне 100 қосу 55 жақша жабылған бөлу 2. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 100-ге 55-ті қоссақ 155 бөлеміз. Жоқ, бізде бұл жерде жақшаның ішінде азайту екен, кешірім сұраймын. Азайту белгісін қоямыз. 100-ден азайтамыз 55-ті 45 болады. 95-ті жаздық алдындағы бөлу 5. Яғни 45-ті 5-ке бөлсек 9, 95 қосу 9 тең 104. Жетінші есеп. Өрнектің мәнін тап. Бізде өрнек берілген. Бірінші көбейтуді, бірінші жақшаны, сосын көбейтуді бірінші үстіне жазып аламыз. Жақшаның ішін бірінші орындаймыз, сосын көбейтуді орындаймыз. 4 қосу 5 9, 9-ды 5-ке көбейтсек 45. Келесі 4 қосу 5 көбейту 5. Бірінші көбейтуді, екінші қосуды орындаймыз. 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 25-ті 4-ке қоссақ 29. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Екінші көбейтуді, үшінші қосуды. Жақшаның іші бізде 2-ге алтын қоссақ 8, 4-ті 6-ға көбейтсек 24, қосу 8, 32 саны шығады. Дәл осылай бірінші қайсы амалды орындаймыз, үстіне жазып алып, ары қарай өрнектің мәнін табу. 8-ші есеп. 3 қорапта қарындаш, қалам, фломастер немесе қалам бар. Қорап сыртындағы жазулардың жалған екені белгілі. Қай зат қайсы қорапта жатуы мүмкін? Біз осыны анықтауымыз керек. Бізде 3 қорап берілген, сыртындағы жалған екені белгілі, бірақ біз қай қорапта не барын табуымыз керек, жазуымыз керек. Енді мына қорап, екінші қорапта да, үшінші қорапта да қалам деген жазу бар. Демек ол жалған болғандықтан бірінші қорапқа қалам деп жазамыз. Енді қаламды жаздық. Енді қарындаш пен фломастерді табамыз. Бізде фломастер деген үшінші қорапта бар. Демек бұл қорап жалған болғандықтан фломастер дегенді екінші қорапқа жазамыз. Қалам, фломастер. Енді қарындашты табуымыз керек. Демек ол үшінші қорапқа жазылады. Қарындаш. Енді оқиық. Бірінші қорапта қалам бар, екінші қорапта фломастер бар, үшінші қорапта қарындаш бар екен. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше